Қарағанды қаласындағы нөмір 2 оқушылар сарайы осыдан 4 жыл бұрын 2021 жылы қала күніне орай ашылған болатын. Бүгінде 2700-ден астам тұрақты құрамы бар балалармен қосымша білім берудің түрлі бағыттарын қамтитын 70-тен аса үйірмелерде жұмыс жүргізілуде. Және ең үлкен 7 үлкен бағытпен бүгінгі таңда қала жұртшылығына, облыс жұртшылығына, республика жұртшылығына қосымша білім берудің мазмұнымен, креативтілігімен, табыстылығымен, шығармашылығымен ерекшеленіп жүрген жобалардың иесі. Сарайымыздың бүгінгі таңда салтанатты көрермен залы 600 балаларға арналған. Және осы сарайымыздың сахнасының төрінде түрлі танымал тұлғалар өнер көрсетеді. Балалармен бірге ата-аналар қаншама шығармашылық концерттерге қатысуда. Сонымен қатар қаланың, облыстың, республиканың, тіпті халықаралық дәрежедегі түрлі сайыстар, турнирлер, концерттік бағдарламалар өтеді. Сарайымыздың әр күні мазмұнға, сапаға толы. Бүгінгі таңда шексіз дарындылық деген жобалар жүргізілуде. Алдымызда келе жатқан 5 жылдық мерейтойымызды табысты, мазмұнды, сапалы өткізу үшін дайындық жұмыстары да басталып кетті. Ашылғанына 4 жыл болса да, бүгінгі таңда біздің сарайымыз республика көлемінде өткен ең үздік білім кейсіне қатысып, бүгінгі таңда азғантай уақытта өз жұмысын дұрыс бағытқа болжай білген, жоспарлай білген ең жас қосымша білім беру мекемесі ретінде танымал болуда. Оқушылар сарайының қабырғалар сөйледі деген принциппен жұмыс жүргізіп жатыр. Оқушылар сарайының әрбір қабырғасы түрлі бейнелермен, мазмұнмен толыққан. Мына зона бұл әкелердің, атамыздың бізге берген бағытын көрсететіндей. Кезінде білектің күшімен болған түрлі тартыстардың бүгінгі таңда жарқын болашақ үшін жасалынған әрекеттер. Болашағымыз білімді, тәрбиелі, мәдениетті, өнерлі болу үшін күрескен. Бізде өзіміздің мамандарымыз түрлі шараларға киімдерді тігеміз, костюмдерді тігеміз. Бүгін жаңа жылдық шараның алдындағы дайындық Нұрсұлтан Сезбековичпен бірге мынандай біздің болатын үлкен кейіпкерлердің киімдерін жасап жатырмыз. Өз қолымыздан қызу жұмыс жүргізіп жатыр. Жаңа жылдық ертеңгілігіміз ол үлкен мюзикл, спектакль қойылымы ретінде болады. Және жер жүрегінің жалыны деген тақырыпта болады. Өте мазмұнды, қызықты, актуальды кейіпкерлермен бірге. Әрқашан жамандықты жақсылық, ізгілік жеңеді деген бір жүйемен жүреді. Бүгін таңда оқушылар сарайында түрлі бағыттағы үйірмелері бар. Соның бірі Гаухартас үйірмесі, Кабриол үйірмесі және брейк-данс үйірмелері. Жалпы осы би хореографиялық үйірмелердің көрсететін әрбір көркем туындысы бұл көркем ойдың бейнесі ретінде. Жан мен тәннің әдемі үйлесімін көрсететін туындыларды біздің би үйірмелері көрсетуде. Қалалық, облыстық, халықаралық дәрежедегі би конкурстарында үздік орындарды иемденуде. Құрметті достар, бүгінгі алғашқы түсірілім Дала бала YouTube арнасының алғашқы жұмысы және оқушылар сарайының бүгінгі көрсеткен барлық жұмыстары сарайымызда болып жатқан жұмыстың тек бір бөлшегі ғана. Алда тұрақты көрермен болыңыздар, бізді қолдаңыздар. Оқушылар сарайының сіздерге ұсынатын жағымды жаңалықтары, маңызды жұмыстары, сапалы дүниелері әлі сіздер алда күтіп тұр.